Армысыздар, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар, студияда Сая Меңдеке және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Алдымен аңдатпа. Алматыда жарнама тақтайшасын орнатамын деп 12-ші қабаттан құлаған жұмысшы ажал құшты. Қайғылы оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Бала да лагерге бармады, ақша да кері қайтпады. Маңғыстаулық 60 ата-ананы алдаған кім? Ас мәзірі талапқа сай емес, өнім сапасын растайтын құжаттары жоқ. Жамбыл облысында мектеп асханаларынан 100-ге тарта кемшілік анықталды. Осы және өзге де жаңалықтар жайында толығырақ айтамыз. Алматы облысындағы ауыл шаруашылық кәсіпорындарының бірінде әйел адам қайтыс болды. Қайғылы жағдай кеше жүгері сақтайтын қоймада болған. Кейіннен анықталғандай 42 жастағы кәсіпорын қызметкері конвейер шұңғырына түсіп, алған жарақаттарынан оқиға орнында тіл тартпай кетіпті. Аталған жағдай бойынша еңбекті қорғау ережелерін бұзу дерегімен қылмыстық іс қозғалды. Алматыда баннер орнатып жатқан жұмысшы 12-ші қабаттан құлап ажал құшты. Қайғылы оқиға кеше Алмалы ауданындағы тұрғын үй кешендерінің бірінде тіркелген. 27 жастағы жігіт көп қабатты үйдің қасбетіне жарнама тақтайшасын орнатпақ болыпты. Кейіннен ол 2-ші қабатқа құлап, алған жарақаттарынан жан тәсілім еткен. Алмалы аудандық полиция басқармасына қарасты полиция бөлімі 27 жастағы жігіттің өліміне әкеп соқтырған еңбек қауіпсіздігі ережелерін бұзу дерек бойынша қылмыстық іс қозғады. Оқиғаның басқа да мән-жайларын анықтауға бағытталған тергеу шаралары кешені жүргізілуде. Жамбыл облысында талапқа сай жұмыс істемеген мектеп асханаларынан 100-ге тарта кемшілік анықталды. Мұндай мәліметті облыстағы эпидемиолог мамандар таратты. Олар биыл өңір прокурорларының пәрменімен 149 мектепті жоспардан тыс тексеріп, 92 бұзушылық анықтапты. Тазалық талаптарын сақтамаған тағам жеткізушілеріне 10 миллион теңге айыппұлда салынып үлгерген. Жалпы бұл өңірдегі 491 ағарту ошағын 39 жеке кәсіпкер ыстық аспен қамтамасыз етеді. Олардың талапқа сай жұмыс істеуін қадағалау үшін биыл әр мектепте бракеражды комиссия құрылып, облыстық білім басқармасында ведомствоаралық сараптамалық топ жасақталған. Олар өңірдегі барлық мектепті тексеріп шықты. Нәтижесінде 120-ға жуық мектеп директоры мен орынбасары және әлеуметтік педагогке тәртіптік шара қолданылды. Ауысу режимі бұзылады. Өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары жоқ болып кіреді. Менюдің талаптары, суысындары сатылуға бізге тыйым салынған ғой. Сондай болған жағдайда тағамның салмағы сәйкес келмеуі, сондай жағдайлар бойынша оның бәрі сарапталып жүргізіліп, әкімшілік құқық бұзушылық 425 бабымен 802 тармаққа сай біз әкімшілік хаттама толтырып айыппұл салдық. Ал Маңғыстауда білім бөлімінің маманы ата-аналарды алдаған. 60-қа жуық баланы лагерге жібереміз деген әдіскер көпшіліктен қыруар қаржы жинап, ұшты-күйлі жоқ болып кетіпті. Ал аудандық әкімдік жағдайдан бейхабар. Алаяқтың құрығына түскен ағайын сөзін Жасұлан Мұқан тыңдап қайтты. Әдіскер әр ата-анадан әртүрлі соммада ақша жинаған. Бірінен 25 мың алса, кейбірінен 40 мың теңгеден сұратыпты. Бұл қаржы оқушының жолына жұмсалады делінген. Алданғандардың қатарында әлеуметтік аз қамтылған отбасылар да бар. Шығынымыз шаш етектен деп отыр олар. Сіздерден шамалы мектебіңізден бір ақаулар шығып атыр деді. Тағы бірінде, мысалы, менің атам қайтты деді. Атам қайтты, соның шаруаларымен жүрім. Сіздерді тіркей алмай қалдым. Айып етпеңіздер, келесіде обязательно сіздер тіркейім деді. Бірінде бала шетінеп қалды ма, әйтеуір. Не керек сондай сылтаулар. Тек лагерь үшін дегенім 40 мың, 55 мың, 60 мыңдай кетті. Ал ол баланың киімін мен бірінші жаз киім алдым. Жазда бараса деп жаз киім алдым. Одан кейін күз киім алдым. Күзде кетеді деп. Одан кейін кеше қыс киім алдым. Енді лагерге алқам-салқам болып бармасын балам деп. Біз оларға сендік, Құдайдай сендік. Сеніп ақшамызды сол күні аударыңдар деп, сол күні аудартқызды. Ақшаны 40 мың теңге аударым, 2 балаға 80 мың теңге ақша аудардым. Доверенность жасаттым, медосмотрымды дайындадым, жолыма дайындалдым. Одан кейінгі жақсы деп күттім, үндеген жоқ, мен жақсы 2 ай бұрын қосылдым. Оказывается, май айынан бері келатқан бұл былық екен. Ал аудандық білім бөлімінің басшысы жиналған ата-аналармен кездесуге келіп, әдіскердің алаяқтық жасағанын бүгінгі күнге дейін білмедім деп ақталды. Шығын көлемі де жергілікті билік өкіліне белгісіз.
Жалпы облыс бойынша әр ауданға берілетін квота бар. Бұл сол квотадан асып, ешкімге білдіртпей, өзі астыртын чат құрып, бірнеше чат құрған ата-аналармен, сол ата-аналардан алаяқтықпен ақша жинап, ата-аналардың қаражатын жинап, жымқырып, бірақ ешқандай баланы жаңағы лагерьге жібермеген. Енді қазіргі таңда біз құзырлы органдарға шағымданып, енді солар айналсады, ата-аналардың барлығына да сол ақшасын қайтарып беру жағына қарай жұмыстанамыз. Өкініштісі, алаяқтың арбауына түскен ата-аналар өте көп. Бір емес өңірдегі 10 мектептің өкілдері әдіскерге қалай алданып қалдық деп сан соғады. Қазір шағымданушылар құзырлы органға ресми арыз жазып, істің ақ-қарасын ажыратуға кіріскен. Жасұлан Мұқағали, Нұрдәулет, Алматы телеарнасы, Маңғыстау облысы. Қостанай облысында әкімдік жол жөндеу бағасын 2%-ға қымбат көрсетіп, негізсіз қаржы алған. Салдарынан жұмыс құны 840 миллион теңгеге өсіпті. Сондай-ақ жобалардың қымбаттауына әкеп соққан 8%-тік ескі норматив қолданылған көрінеді. Ал бекітілген заңнамада мұндай шығындар көзделмесе керек. Бір қызығы, жыл сайын жөнделетін бұл учаскелердің 20-30%-ын жол активтері сапасының ұлттық орталығы тексермепті. Талдау қорытындысы бойынша Қостанай облысының әкімдігі шарттардың талаптарын қайта қарап, күтпеген шығыстарды алынып, тасталды. Сондай-ақ мердігер ұйымдар 32 миллион теңге көлемінде негізсіз алынған қаражатты өтеді. 25 жылы жөнделетін жолдарды сараптамамен толық қамту жоспарланған. Елде есірткі саудалайтын пысықайлар тауарларын Қазпошта арқылы жөнелтуге тырысады. Биыл есірткіге қатысты мұндай 7 оқиға тіркеліп, ішкі істер органдарына хабарланыпты. Қазпошта акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Әсел Жанасова бұл бағытта ұлттық компания құқық қорғау органдарымен тығыз жұмыс істеп жатқанын айтады. В наших складских помещениях Қоймалар мен заттарды сұрыптау ғимараттарында үйретілген иттерді ұстаймыз. Осы иттер арқылы заңсыз заттар анықталып жатыр. Оның үстіне барлық қоймада рентген аппараттар бар. Биыл есірткіге қатысты 7 оқиға анықталды. Былтырда осындай 5 жағдай тіркеліп еді. Бүгін мәжіліс депутаттары пошта туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қарап, оны бірінші оқылымда мақұлдады. Ендігіде пошта арқылы дәрі-дәрмек үйге дейін жеткізілмек. Мүгедектерге, үйден шыға алмайтын, көз көрмейтін, бүгін олар қалай алады мысалы? Олар поликлиникаға барып алу керек. Ал біздің ұсынып жатқанымыз сол үйіне дейін. Біз бүгін пенсияны жеткіземіз, жәрдемақыларды жеткіземіз. Барлығын үйіне дейін 1 миллион клиентіміз бар, үйден шыға алмайтын. Солар үшін дәрі-дәрмекті де жеткізу, соның лицензиясын алу осы заңнаманың тарапында қарастырылған. Алматыда 11 айдың ішінде құқық бұзушылық саны былтырғымен салыстырғанда 20%-ға азайған. Деседе сала мамандары қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін рейдтік іс-шаралардың толастамайтынын айтады. Мәселен, 16 қыркүйекте басталған таза қала науқанының аясында 3600-ден аса адам қаланың көркін бұзған үшін, ал 5000-ға жуық тұрғын қоғамдық орынды ластаған үшін жауапкершілікке тартылған. Біздің қаланың абаттандыру сипатын бұзған үшін 505-ші баппен жауапкершілікке тартылады. Онда деген азаматтарға айыппұл саны 20 айлық есептік көрсеткіштен басталады. Қазіргі таңда ол шамамен 74 мың теңге. Егер де заңды тұлғалар болса, ол 110 мың теңгеден жоғары айыппұл салынады. 441 бап дегеніміз ол банағы темекі бұйымдарын, қорқорды, қоғамдық орындарды тұтыну. Ол жерде де айыппұл саны азаматтарға банағы 74 мың теңгеден жоғарыға айыппұл салынады. Ал Жетісу ауданында өткізілген қауіпсіз қоғам науқанының аясында белгіленбеген орындарда темекі шеккен, қоғамдық жерлерді ластаған, сондай-ақ тыныштықты бұзған азаматтар анықталып, оларға түсіндірме жұмысы жүргізілді. Еске салайық, бұл бастама мемлекет басшысының заң және тәртіп қағидатын іске асыруға бағытталған. Жалпы мақсаты қоғамдық орындарда тәртіп бұзушылықтың алдын алу және осы заң тәртіпті сақтау болып есептеледі. Барша қала тұрғындарын осы акцияда белсенді болуға шақырамыз.
Алматының Түрксіб ауданында қыс мезгіліндегі жазатайым оқиғалардың алдын алу үшін арнайы іс-шара ұйымдастырылды. Анығырақ айтсақ, нөмірі 89-шы орта мектепте аудандық төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері Айдахар мен жылан бейнесінде киініп, бастауыш сыныпта оқитын 100-ден аса балаға театрландырылған профилактикалық сабақ өткізді. Соның ішінде пиротехникалық өнімдерді қолдану кезіндегі және мұз айдындарындағы қауіпсіздік шаралары кеңінен талқыланған. Әрі төтеншеліктер балалармен бірге мұздағы қауіпсіздік туралы арнайы кроссворд шешіп, пиротехника тақырыбы бойынша жұмбақтардың жауабын тапты. Одан бөлек аудандағы әуежай көлінің маңында балаларға түсіндіру жұмыстары да жүргізілді. Тасымалданатын автокөлік берілді. Автотранспорт балдар тек қана сонымен қазір қатынау үстінде. Озераның бойымен жүрмейді. Ауданды қорғау станциясымен бірлесіп және департаментпен бірге бұл бізге таңсық нәрсе емес, бірлесіп отырылған сынып сағаттарында өткізіліп отырылады. Бұл бізге өте маңызды. Қыстың күні енді мұз кішкене қалындаған кезде ол жерден және де сырғанақ теуіп ойнайды. Сол сырғанақ тепкен кезде мұздың үстіне дейін шықпауларына соның барлығын ескертіп отырамыз. Мұздың үстіндегі қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырамыз. Және де жаңа жыл қарсаңы келе жатыр. Сол жаңа жыл қарсаңында тұрғындарымыз, балаларымыз пиротехникалық бұйымдарды өте көп қолданады. Алдын алу мақсатында халыққа түсіндіру жұмыстары жүргізіліп отыр. Жалғастырамыз. Жабайы табиғатта адасу, сапар кезіндегі күтпеген оқиғалар мен жапа шеккендерді құтқару амалдары қандай? Алматыда бүгін осы тақырыптағы ақпараттар жинақталған қауіпсіздік сабақтары атты кітаптың тұсауы кесілді. Бұл еңбек 35 жылдық тәжірибесі бар белгілі альпинист Бағлан Жүнісовтың тәжірибесі мен сынақтарынан туған нұсқаулық. Жинақта қауіпті жағдайда аман қалудың жолдары, тауға шыққанда немесе табиғатта жан сақтау ережелері мен сапарға қажетті дайындық туралы егжей-тегжейлі жазылған. Автордың сөзінше, бұл туынды тек кәсіби альпинист немесе экстремалдарға ғана емес, кез келген адамға пайдалы бола алады. Шымбұлақ таушаңғы курортында өткен жиынға кәсіби спортшылар мен ата-аналар да қатысты. Эти навыки на самом деле даже не для гор нужны. Бұл кітап өмірді қалай қорғау керектігін үйретеді. Біздің әрқайсымыз күтпеген жағдайда не істеу керектігін білуіміз қажет. Өмірімізде қауіп қайдан келетінін ешқашан болжай алмаймыз, бірақ оған дайын болуға болады. Кітап тек тауда емес, жер сілкінісі, топан су сынды кез келген техногендік апатта аман қалудың жолын қарастырады. Әзірге айтарымыз осы, кешкі сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтарды жіберіп алмаңыздар.